Баршаңызға сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Біз осындай өте керемет, мынандай тарихи тамаша сіздерге көрініп тұр ма? Осындай бір қорғанға келдік. Бұл Стамбулдағы Едікөле деген үлкен 600 жылдық тарихы бар. Осындай Стамбул болмай тұрған кездегі осындай бір крепс. Осы жерге келді. Қазір сіздермен бірге, мен де бірінші рет келдім. Сіздер де менімен бірге тамашалаңыздар. Алды реставрация жүріп жатыр екен. Жолдасым бәрі ана жақта күтіп тұр, мен ішіне енді кіріп баратырмын. Баршаңызға сәлем, мен Жазира, Қыр каналына қош келдіңіз. Біз қазір Стамбулдың Едікөле деген қорғанына келдік. Өте үлкен, осындай 600 жылдық тарихы бар. Османлы Стамбул болмай тұрып Константинополь, Византия кезінде салынған үлкен қорған. Осындай қазір сіздерге осыны таныстыратын боламын. Бұл әрі сол кездерде Осман заманында, осы Стамбул болмай тұрған кезде Константинополь заманында зындан болған, әрі Осман кезінде түрме болған осындай қорған бар. Қазір бірге тамашалайтын боламыз. Бұл зындан 19 ғасырдың ортасына дейін Стамбулдағы ең үлкен және маңызды түрме болған. Бұл жерді уәзір Мактел, яғни уәзірлердің басын кесетін жер деп те атапты. Сонымен қатар мұнда саяси қылмыскерлер мен дұшман мемлекеттерін соғыс кезіндегі елшілерін де тұтқында ұстап отырған. Бұл жерге кірген жан тірі шықпаған деседі. Тіпті падишахтың өзі де. Сондай падишахтың бірі Османлының ең жас сұлтаны 2-ші Осман да дәл осы жерде өзінің янычар әскерлері тарапынан аямай жауыздықпен буындырылып өлтірілген. Біз осы 7 мұнараға арнайы гидтің қызметімен араладық. Мұнараны тек арнайы гид қызметімен аралай аласыз. Гид алу ақысыз әрине, бәрін тарихымен түсіндіріп өздері айтып береді. Өте керемет, іші әсерлендік. Осман сұлтаны сіздерге өте таныс, достар. Стамбулдағы көп мешіт деп аталып кеткен Сұлтан Ахмет мешітінің атымен аталатын Осман сұлтаны 1-ші Сұлтан Ахметтің тақ мұрагері болған. Әкесі Сұлтан Ахмет қайтыс болғаннан кейін оның орнына ағасы 1-ші Мұстафа таққа отырды. Небәрі 96 күнге созылған билігі ақыл есінің дұрыс еместігіне байланысты ағасы тақтан түсірілді. Орнына осылайша 2-ші Осман таққа келді. Алайда янычар әскерлермен жұлдызы бір түрлі жараспай қойған. Янычар әскері, яғни Османлыдағы әскери элиталы топты айтады. Қаласа падишахты өздері сайлап, қаламаса өте жиі көтеріліс жасап, сондай жағымды тұстары бар. Сол әскери топтың 2-ші Осман да жас болғаннан қарамастан өте ақылды болған деседі. Таққа келе сала әскери реформа жасауға тырысқан. Алайда бұл ісі янычарларға жақпай, үлкен қарсылыққа тап болып, небәрі 17 жасында Стамбулдағы атақты осы 7 мұнара зынданында азапталып өлтірілген. Дәл осы жерде, дәл осы бөлмеде. Көсем Сұлтан сериалын қарасаңыздар, дәл осы 30-ші бөлімде осы хикая баяндалады. Осы жердегі нағыз қараңғы зындан, ол құдық. Осы мұнараларды айлап, жылдар бойы азап шегіп, қабырғаларға эскиз жасаған жүздеген
адамдар төгілген қанды өлім қодығы бар осы жерде. Қазір бұл жерде қалпына келтірілуде, оны жақыннан көруге болады, бірақ ұңғымаға жақындау қорқынышты, өте шектеулі таспа бар. Еден тақталар жартылай сынған бұл жерде. Ішінен жанына барған жоқпын, себебі ол жерде ағаштардың бәрі сықырлап, дірілдеп тұр. Жалпы музейдің ашық ғимараттың алаңы өте үлкен, кең көлемді алып жатыр. Жартылай кейбір ғимараттың кейбір бөліктерінде әлі де жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, бірақ ондай бір шум жоқ, тыныш. Негізі көп жылдар бойы бұл ғимарат жабық тұрды, яғни жөндеу жұмыстары жүргізілді, реставрация жүрді. Соңғы осы бір 2 жыл ғана ғой деймін, ашылғанына халыққа қызмет етіп. Жалпы Стамбулға келсеңіздер, мысалы Топкапы сарай сияқты, Сұлтанахмет сияқты сондай өте танымал емес бұл жер, бірақ түріктердің мақсаты да осы жерді енді қайтадан туристерге ашып, кең көлемде таныту болып тұр. Жалпы аумағы өте әдемі, ішіне кірсеңіздер, ол жерге міндетті түрде келіңіздер Стамбулға. Себебі бұл жерде Осман тарихымен, Түркияның тарихымен танысып қана қоймай, сондай бір қуанышты сезімді, сосын сондай бір қорқынышты сезімді бәрін бір мезетте сезуге болады ол жерге келген кезде. Сонша жылдық жандай Стамбул болмай тұрып, Константинополь заманында, Византия дәуірінде 600 жылдық осындай үлкен тарихқа куә боласыздар. Қуыс-қуысын тұрғанын барлығы өте әдемі, жаңағыдай фотосессия жасауға күшті таптырмайтын жер. Арнайы осы жерге келсеңіздер, күшті видео жасап, фото жасап, осылай әдемі естелік қалдыруға болады. Сондай-ақ осы жерде үстіңгі қабаттары бар, жағы осы бекіністің. Сол жерге шыққан кезде де жағы Стамбулдағы үлкен осындай бір әдемі мәрмәр теңізінің көрінісі бар. Сол жерден теңізді тамашалап отыруға да болады. Сол жерден әдемі көріністі демалып, неше түрлі фотоға түсірсеңіздер де болады. Себебі айтқандай бұл қатты бір енді дамып келе жатыр. Сұлтанахмет сияқты басқа туристік аймақтар бар ғой, Айя София сияқты, ол жерде туристер құжынап, адам өте көп болатын болса, яғни фото түсіруге де ыңғайлы жер емес қой, ол жақтара адамның көптігінен қарақұрым. Стамбулда білесіздер, 20 миллион халық бар, одан бөлек туристермен 25 миллионға дейін созылып жатады. Адам өте көп болады. Сондықтан ондай туристік жерлерде өте көп әдемі фото түсіру оңай емес. Оны өзім жақсы білем осында тұрғаннан кейін. Сондықтан дәл осы жерге келсеңіздер, бұл жерде ондай бір туристерді көп көрмейсіздер. Көбісі біле бермейді, өйткені себебі бұл жақында ашылған. Сондықтан мынандай өте әдемі көрінісі бар. Осындай көріністер тамашалап, осы жерде фотоға түсірсеңіздер болады. Сондай осы жерде жаңағыдай ішінде кафесі де бар осы аймағында. Кез келген кофеңізді ішіп, демалып, солай әдемі күн өткізсеңіз болады. Жалпы өзіме осындай тарихи жерлер өте қатты ұнайды. Мысалы заманауи ғимараттарға қарағанда тарихи бар, ескі жандай өзінің өткені бар қалалар өте қатты ұнайды. Осы жерге де сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер тарихи жерлерді ұнататын жандар болсаңыздар, міндетті түрде келіңіздер. Өйткені бұл жерде үлкен алып ғимараттар ғой, мыналардың бәрі сол Византия кезінен басталған. Сол кезде өзіңізді дәл осы жерде өзінің бір құм түйіршігінде сезінесіз, мына жерде өзіңізді. Бір жағынан қорқынышты сезімді де сезінесіз, ана нелердің ішіне кірген кезде. Кәдімгі қанды құдық деген бар, сол жерде соның ішіне өлімнің иісін сезгендей боласыз. Шынымен қорқынышты атмосферасы кәдімгідей. Оны кәдімгі өзіңіздің жетінші сезіммен сезінесіз, ішінде мұнараның ішіне кірген кезде. Кәдімгідей міндетті түрде келіңіздер. Бір жағынан шабыттандырады бұл жерлер, өйткені қабырғалардың барлығы көненің көзі, ескі, мынандай үлкен басқаша бір атмосфераны сезініп қайтасыз. Негізінен бұл Византия уақытында бұлар кезінде қазіргі жеті бекініс деп аталады ғой, осы жер Еді көлі, яғни түрікшесі қазақша аударған кезде тікелей жеті бекініс. Византия кезінде бұл бекіністің үшеуі ғана болған, үш бекініс қана болған. Кейін Константинопольді
түріктер жаулап алғаннан кейін Фатих Сұлтан Мехмет бұл жерге 4 бекініс салдырады. Сонымен барлығын қосқан кезде осындай 7 бекініс бар. Осы жерде әрқайсының өзінің атауы бар. Бұл жерде әр дәуірде әртүрлі қызмет жасаған. Бұл жер кезінде түрме болған болса, дәл мысалға осы мұнара көріп тұрғандарыңыздай жаңағы Османлы кезінде мемлекеттің дәулеттің мемлекеттің қазыналарын сақтайтын мұнара болған. Әр түрлі қызмет атқарады. Осы жердегі бекіністердің әр түрлі қызметі бар. Бір жылдары мектепте болған, бұл жылдары мектеп болғанда оқытатын лицей. Қазір енді әр түрлі мерекелік кештер де өтіп тұрады. Іші кәдімгідей өте керемет, андай бір жағынан тарихи жер. Өзіме аурасы өте ұнайды осындай тарихи жерлердің. Бір сөзбен айтқанда, міндетті түрде келіңіздер, сіздер де көріңіздер, қыдырыңыздар, осындай әдемі әлемнің қызығын көріңіздер. Сіздер де біле жүрсін деп сіздерге арнайы түсірдім. Осылардың барлығын көбісі жаттанды жерге барып Айя София мен Сұлтан Ахметтен кері қайтады ғой, көбісі басқа жерлер аралап бермейді. Түркияда жалпы Стамбулдың өзіне де көп деген жерлер бар қыдыратын. Солардың бірі осы 7 мұнара, яғни 7 көле. Осыны жерде көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі нелер болады. Жаңағыдай, мына жерде де фильм қарауға болады, концерттер болады. Достар, мінекей мына жер 7 көле қорғанның ішінде, осында ашық аспан астында кинотеатр. Мінекей осы жерге тек қана тарихи жерді ғана көріп қана қоймай, кешкісін осындай тарихи жерде 600 жылдық тарихы бар. Византия уақытынан бастап Стамбул болғалы бері Османлы тарихының, Византияның тарихының бар. Осындай әсем жерде ашық аспан астында кино көруге де болады. Сондай осы жерде тек қана әртүрлі кештер бар, мысалға концерттер болып тұрады, пилатестер болып тұрады. Осы апта пилатес болды осы жерде. Баллондардан, осындай үлкен шарлардан футбол болып тұрады осы алаңдарда. Басқа да көп деген осындай кітап оқырмандардың ішінде мысалға кітап оқитын кештері бар. Сондай-ақ осы әкімшіліктің, Фатих ауданы әкімшілігінің тегін кофесі беріледі. Ішінде мына жерде несі де бар, жағындай кафесі де бар шағын. Сол Стамбулға келсеңіздер, қыдырыңыздар, көріңіздер осындай жерлерге. Шетелдіктерге, туристерге кіру ақысы ондай қымбат емес, 100 лира, шамамен бір 2000 теңге шамасында болып қалатын шығар. Сол таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін музейді аралап көруге болады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, пікір жазып, каналымды бөлісіп, Инстаграм каналыма да жазылып қойсаңыздар болады. Стамбулға келетін болсаңыздар, қай жерлерді көру керек, жағындай мен Инстаграм каналымнан жазылып, сол жерден пікір маған жазсаңыздар, мен дымадан жауап беретін боламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.